О, Лейла, наконец-то! Қара, алдымызда үй бар. Не? Шынымен деме? Иә, бір үй көрініп тұр екен. Мынау үй бір барға ұқсайды екен. Кеттік, жақындайық сол жерге. Бәлкім ішінде адамдар бар шығар. Кеттік, Лейла. Иә, жақсы болды ғой. А то мен өз жүре алмайтын сияқтымын. Таңертеңнен келе жатырмыз ғой. Мә, мұнда ешкім жоқ қой. Мен ойымша бұл жерде адамдар бар сияқты. Қараши, бүкіл ішімдіктер орнында тұр. Мүмкін. Бірақ мына барға адамдар мүлдем келмейтін сияқты. Кеттік, жақынырақ көрейік. Так. Ей, біреу бар ма екен бұл барда? Шынымен де бір түрлі екен. Бәлкім шынымен де ешкім жоқ шығар бұл жерде. Жоқ, сіздікі дұрыс болды. Бұл жерде мен бармын. Саламатсыз, менің атым Нұрлан болады, ал бұл менің қызым Лейла. Сіз кім боласыз? Көріп отырғаныңыздай, мен бұл бардың иесімін. Атым мен Альфред. Шын айтсам, осы айда сіздер бірінші клиентсіздер. Солай ма? Иә, бұндай жерде клиенттің табылуы өте қиын шығар. Бірақ біз бұл жерге көмек сұрауға келдік, Альфред. Айта беріңіз, қандай көмек керек сізге? В общем, біздер жолда машинамыздың бензин таусылып қалып еді. Енді Алматыға баратын машина таба алмай отырмыз. Сіз бізге Алматыға баруға көмектесе аласыз ба? Мен сізге ақысын әрине төлеймін. Бізге бұл жерден тезірек кету керек болып тұр. Мен де танысқаныма қуаныштымын, Альфред. Иә, Нұрлан айтқандай, бізге сондай көмек керек болып тұр. Сіз көмектесе аласыз ба? Біз таңертеңнен жаяу жүріп келдік осы жерге. Әрі қарай жаяу жүретін мүлдем күшіміз жоқ. Әрине, тек сіздерден сұрайтыным... О, Альфред, саған да келетін адамдарды бар екен ғой. Кім бұлар? Таныстырып жібермедің бе? О, Томми, олар осы ғана келген, қазір кетейін деп жатыр. Так, тез кетіңдер бұл жерден. Не? Тоқтаңдаршы, давайте танысайық. Ешкім асығып тұрмаған шығар деп ойлаймын. Кімдер боласыздар сіздер? Мен атым Нұрлан, бұл Лейла. Сіздікі вроде Томми. Танысқаныма қуаныштымын әрине сіздермен, бірақ мені тек қана бір сұрақ қызықтырып отыр. Не істеп жүрсіңдер сендер мына жерде? Шынына керек, біз жолда машинамыздан айырылып қалдық. Негізі Алматыға баратыр едік. Окей. Ал машинаға не болды? Машинамыздың біріншіден бензин таусылып қалды, ал кейін оны біреу қиратып кетті деп айтсақ та болады. Түсінікті. Ал кім қиратты машинаны? Шын айтсақ, біз өзіміз де білмейміз. Орманды аралап қайтан келгенде машина уже қирап жатты. Ал орманда сіздер де істедіңіздер? Байқаусыздан заброшка үй кездестірген жоқсыздар ма? Иә, кездестірдік. Қара, 2 этажды үй. Сіз білесіз ба ол үй туралы? Әрине білем. Мен сол үйде тұрамын ғой. Не? Сол сіздің үйіңіз ба? Сіз қателесіп отырған шығарсыз, өйткені ол үйде... Сіз сенбейсіз, бірақ біз таңертең барғанда өліп жатырған адамдарды көрдік. Көргеннен кейін сразу тез арада қашып шықтық, және сол жерден барынша алысырақ болуға тырысамыз енді. Айтып отырмын ғой, ол менің үйім. Ал ол өліп жатырған адамдар өз сазайын алған болатын. Не? Сіз ба оларды өлтірген? Жоқ, әрине, мен емес. Ал менің бастығым деп айтсам да болады. Түсінсем бұйырмасын, сіз бізбен әзілдеп тұрсыз ба? Шынына керек, күлкілі емес. Әзіл айтатын адамға ұқсаймын ба мен? Айтып тұрмын ғой, ол адамдар өздерін сазайын алған болатын. Өйткені әрбір ол үйге кірген адам кейін ол үйден тірі шықпайды. Бірақ сіздер тірі шыққандарына мен таңғалып отырмын. Сіздер сонда кімсіздер? Біздер ма? Жай ғана бастығымыздың достарымыз. Тоқта, жоқ! Нұрлан, жоқ! Давайте, жігіттер, қызыстандар. Оны бастыққа сыйға апарамыз. Окей, босс. Астамандар, мені өлтірем сіздердің бәрін, тиіспеңдер маған. Бастыққа сен қыз ұнау керексің. Лейла. Жіберіңдер мен деймін. Шапшы қыз аузынды. Так, жеге кеттік мәшен қызды. Бастық. Иә, бұл үйді сатып алғаным жақсы болған сияқты. Біршама жыл болған үй деп жазылған әрине. Бірақ үйдің өзі жақсы екен. Жақсы, демалатын уақытта келген сияқты. Ұйықтайын. Не ұстадың? Кім бұл? Сен кімсің? Жақындама, жоқ! Менің көзім! Осылай мен өзімнің бастығымен танысқан болатынмын.
Шынына керек, мен өз өмірімде бірінші рет көріп тұрмын осындай жанды. Бұл адам емес, жануарда емес. Бұл одан да жақсырақ тіршілік иесі деп ойлаймын. Не екенін білмеймін, бірақ ол мені тірі қалдыруды шешеді. Біз бір-бірімізді түсіне бастаймыз. Бірге дос боламыз деп те айтуға болады. Мен бастығыма қоректенетін заттар әкеле бастаймын, ал ол есесіне маған болашақта өзінің күшін беремін деп айтады. Ал ода бар күшпен сен ойламаған заттарды жасай аласың. Сол себепті енді күннен бастап мен оның ең жақсы досы боламын.